мен қызметшілерге үшті айтарым да Мореки Баккене болысында шекарада болған конфликтте, к сожалению, Tiлекке қарсы біз жоғалтқарға душар болдық. Бізден мекенді сүйген, мұғатырша болман болған жокерлер болды. Алардың саны 40-қа жақын жокер қаза болды. 70-тен ашығы жарақат алды. Бұл только аскер қызметкерлерінен, біздің шекарашылардың арасында. Біздің ішкі істер министрлері тарапынан, біздің МЧС, өзгеше қырдағы министрлігінің қызметкерлері тарапынан мұқатшылықпен өлтіргендер болды. Арасында экстремистік террористік ұйымның мүшелері жүріп осы ордаққа шыққандығын біз байқадық. Bir kişini taptık, Oşan'ın arasında hazır Afgan'ın hükümeti Oşan'ın tasdikten beri olarak arasında Afganistan'ın jaranda diyor. Yani Afganski Puştunka'da indiği var, koluna kural götürüp attırıp bayılıkların arasında diyor. Jaran çekini olgan, bizde kol salganların arasında. Oşan'ın barıdın, bu illegal teröristik ve ekstremistik oyunlarda kaçıştığı var. Tacikistan'ın birliği Oşan'ın nayımlıklarının услугасын пайдаланып отқанын білдіріп отыр бұл. Бұл деген чоң illegal көңіл ала тұрған фактылар болады. Осы мүмкіншіліктен пайдаланып, құрым болған біздің жокерлердің ата-енесіне, туғандарына, жақындарына, жана башқа жарандардың құрым болғанда барына тең 50-ге жұртқа мен көңіл айтамын. Біздің жарандар, біздің аскер қызметкерлер açık aytalı, abdan karmanlıkты көрсөттү, батырлыкты көрсөттү, көп ошерде атышып атып, бекерин коргоп атып, эл журтун коргоп атып, курман болушту. Мындай элдикти уларда мен согушта көрсөткөнбүз. Мына ошелекке атабыздын, манас атабыздын каны бар. Ошелекти биздин ата-бала дейт, уларда мен согушта көрсөткөн элдиктерди мына азыр да кайталап атышат. Мекенин сүйгөн биздин жокерлер. Эми мындай масштабтагы кагылышы биздин тарапта болгон эмес. Елішке жұттық айтып қойған бұлтырып 29 апрелде болған оқияны біз еске алу менен білесіздер, мұрдағы 2021-ге чейін мұрда мақтанып келатқан біз армиябызды, шекарашыларыбызды, қорғандарыбызды, ушундай жақсы кармап дегенин бiri жоқ екен. Құрал жарағы жоқ. Жабдықтар начар, даже киімге жетіспеген, тамақ ашына проблема болып жатқан структуралардың бар деген мына 1 жылдың ішінде біз ушундай болоорун сезіп, ушундай боло турган бүт белгилери бар экен, биз ошону талдап, анализдеп отуруп, биз ошо чагырачылардан кубаттуулук алып келгенбиз. Аларга жанагындай болгон учкучсуз учактарды алып келдик. Бронированный техникаларды алып келдик, курал жарактарды алып бердик. Айлыктарын көбөйтүп аттык. Кстати, мен бүгүн айтып кетем, орусчада которуп койсоңор болот. Бүгүн президент указга кол койду. Біздің аскер қызметкерлеріне, барлық күч түзілеріне, шекарашыларға, қорғау министрлігіне, МЧС-ке, оқу органдарының барлығы тең 50%-ке дейін зарплатаның манаяқысын бүгін көбейтті. Ошоның ішінде арасында көп алғандар бар, кішірек алғандар бар, звание сіздерсе. Аз алғандардықын 2 есе андан да көбірек көтерді. Бүгін мына указ қойды, бүгінден бастап осылар төлемін белгілеп бастайды. Біз ошентип армияны бекемдейміз. Армияға барлық жарақтар түседі. Мына ошық болып өткен оқия дәуір жолы біз тайнап келтіп жатыр. Өзің армияңды бекем қармашы екенін, өзіңнің күш структураңды қармашың керек. Шекарашылардан бекемдеш екенін мына бұл оқия көрсетті. Bir мақалалар емес пе? Өзің армияңды бағалбасаң, арқасынан башқа біреудің армиясын бағасың деген мақал бар. Осы сияқты біз өз армиябызды ақыры өз деңгейінде жабдық, өз деңгейінде осы жектерді қармап тұрғанға біз ошаға бара тұрған чоң аскерлік реформаға бара тұрған мезгілге бақсайды. Стагіле біз ошаға барып тұрғанбыз. Жақынғы қоғыстық кеңестің жиында аскер реформаны қарайлап тұрғанбыз. Мына ошелектің бар, осындай корпустармен шақырыларға біз білгенбіз бұға чейін. Бұл осындай малыматтар бар болсын, осындай агрессия қыла тұрғанға даярлық жүріп отырады деген малыматтарын алып тұрғанбыз. Ошаға көптеген жиындарды өткөздік, жашылық жиындарды өткөздік, президенттің қатысуымен командалар ұсыныстарын бар кеткен, даярлықтар жүріп отқан. Бірақ мындай полномасштабный, мындай күшпенен, мындай бір маңда бардық
границанын периметринде ушундайки Баткен областында эле Баткен районунун баардык участкасында бир маалда ушундай кол санатты күткөн эмеспиз. Бирок ушундай болоорун көргөн эмеспиз масштабный. Мына ушуга биздин чек-арачылардын, укук органдарынын салымы абдан чоң. Эгерде биз ушундай даяр көргөндө бунун масштабы, стратегиянын масштабы мындан да чоң болмок. Biz ошо башталарды эле биз элибизге айтып коюшпайбыз. Биринчи милдет болду элибиздин коопсуздугун сакташ. Ошондуктан чек арага жакын жайгашкан, алар аткылап аткан айылдардын баардыгын бүт баарын көчүргөн туура келди. Алардын саны мына мен айтып коем, 137 миңден жакын жарандарды биз көчүрүп аркылуу жайгаштыруу жерлерине көчүрдүк. Баткен областында 47 жерде жайгаштыруу пункттарын уюштурулду. Калгандары болсо туугандарына başka ayıldaki toplumların bile yaylaştı. 137 bin lira maçta bu bizim memleketimiz. Даже kuatlı memleketlerde bu göçe çok sambolacaktır. Ama o şarttan anı varlık memleketlerinin varlık gerekliliklerinin kamçıslap durağız. Birinci gazetede, tamagaşımının, ikinci mitsan jardamının varlığın problemi yok. Daha başlarında bir problem oldu, gevekeleri geçti alanda biz apelasyonda tünümünen alanına tamagaşımın yetkisi vardır. Ben elge abdanarak bildirem, eliz murda kanda el bolsa boğurker, güyümdü, ıntımak eldi mana ki o şerke özünün sapatlarının bana dağ yol gösterdi. Mana